Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы әйелдердің тұлғасының типтік өлшемдері. Жалпы әйелдердің, яғни дененің өлшемін алу үшін бізге осындай сантиметровка керек, және де адамның тұлғасы, адамның өзі немесе манекенге өлшеп үйренуіміз үшін жасай беруге болады. Жалпы бүгінгі сабақтың тақырыбын дәптерлерімізге бастап осы жазылған анықтамаларды жазып аламыз. Жалпы ережелермен танысайық. Жалпы сантиметрлік лента жұмсақ болу керек, яғни иілгіш, иірімді, яғни денеге қойған кезде иіліп, дененің өлшемін дұрыс алу үшін жұмсақ болғаны дұрыс. Екінші, өлшеу кезінде адам тік тұру керек, яғни қатты демалмай, табиғи қалыпта тыныш тұру керек. Одан кейін үшінші, бел және мықын сызығына жіп байлау ұсынылады. Бұл өлшеуді нақты алуға көмектеседі. Яғни белге бір затты жіпті байлап қоямыз, сол жерден бастап өлшемді ары-бері өлшей береміз. Бұл маңызды. Одан кейін төртінші, жеңіл, денеге жабыспайтын киімде өлшенеді. Яғни өзімізге ыңғайлы, жайлы, жабысып тұрмайтын, дененің формасын кетірмейтін дұрыс киім кигеніміз жөн екен. Келесі, жалпы әйелдер тұлғасының типтік өлшемдері киімді жобалау мен модельдеуде қолданылатын негізгі параметрлер. Бұл өлшемдер стандартталған және фигура түріне қарай бөлінеді. Яғни әркімнің фигурасына қарай барлық заттар өлшенеді. Келесі, негізгі алынатын өлшемдер. Бірінші, бойы, төбеден табанға дейін. Кеуде айналымы, кеуденің ең шығымды нүктелері арқылы. Үшінші, бел айналымы, табиғи бел сызығымен. Мықын айналымы, бөксенің ең кең тұсымен. Арқа ені, жауырын арасындағы қашықтық. Иық ені, мойын түбінен иық ұшына дейін. Жең ұзындығы, иық ұшынан білектің қажетті нүктесіне дейін. Алдыңғы бой ұзындығы, иықтың алдынан белге дейін. Артқы бой ұзындығы, мойын түбінен белге дейін. Тұлға биіктігі, мойын түбінен отырып тұрғанша дейін. Құрама бұйымдарға керек. Мына жерде суреттерде қалай өлшем алулар барлығы көрсетілген. Келесі суретте де міне қалған өлшемдер көрсетілген. Жалпы типтік фигуралар мынадай болып бөлінеді. Норма, бел мен мықын арасындағы айырмашылығы қалыпты болған жағдайда. Толық, артық салмақ байқалады, әсіресе бел мен мықын бөлігі кең. Жіңішке, астеники, бойы ұзын, дене пішімі жұқа. Трапеция, алмұрт, құмсағат, тік төртбұрыш. Бұл фигура пішініне қарай бөлінетін типтер. Жалпы өлшемдер жеке киім тігу стандартқа сай лекала жасау, үлгілерді бейімдеу үшін қажет. Яғни біз өлшемдерді толықтай дұрыс алсақ, бізде әдемі киімнің өзі шығады. Өйткені киімнің дұрыс тігілуі біздің өлшем алғанымызға қарай жасалады. Бүгінгі сабақ ұнады деген ойдамын және түсінікті болды деп ойлаймын. Менің жазған анықтамаларымды жазып, дәптерге сабаққа дайындалып, осы тақырыптарды, анықтамаларды жазған лекцияларыңызды жауабы ретінде тапсырманы орындап саламыз. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.